Қыздар, сәлем. Бүгін мен сіздерге өте тез жасалатын және дәмді құймақтың рецептімен бөліскім келеді. Ең бірінші жылы сүтімізге 3 жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді осы массамызға 2,5 ас қасық шекер саламыз, араластырамыз. Сұйық майымызды құйып араластырамыз. Және шым-шым тұзымызды және ұнымызды кішкене мөлшерден салып араластырып отырамыз. Міне осылай бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған табаны аздап майлап, осылай құймағымызды құйып шығамыз. Құймақ өте тез дайындалады. Міне құймағымызды жан-жағынан көтеріп, екінші бетіне аударамыз. Міне екінші жағы да пісті. Осы рецептімен міндетті түрде жасап көріңіздер. Құймақтарыңыз өте жұмсақ болып шығады. Міне біздің құймақтарымыз дайын. Өте жұқа болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Ас болсын.